Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен мен бүгін Бану. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Және де бүгінгі видеода мен фруктовый салат жасайтын боламын. Яғни жемістер салат жасаймын. Ол жерде жемістер және йогуртты араластырып фруктовый салат шығаратын боламын. Сол же видеоның соңына дейін жылжытпай, маған лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте қызық болады деген ойдамын. Жалпы бұл кукинг туралы болады. Тез жасалатын салат. Короче, достар, мен сіздерге қандай фруктылар бар соны көрсем. Негізі кеше бізге анар болған, но оны үйдегілердің бәрі жеп қойған. Біреу алып қалған, но жетпей қалды да. Короче, соңғысында ашып қойдым. Әйтпесе анар да болады еді. Бірінші бізде банан. Екінші бізде осындай алмалар. Сосын қазір. Короче, мандарин. Тастап көрсем. Міне йогурт. Міне осындай дольче йогурт. Потом осындай данон. Турамайсың, тез-тез бітесің. Ой. Енді біреуден үйістіп өзі саламыз. Фруктовый салатын нормально шат деген ойдамын. Достар, сіздер жасап көргенсіздер ме? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ей, түс! Встава! Кесейін? Бұл жетеді деп ойлаймын, егер жетпей жатса тағы біреуін жасап көремін. Менде әлі 2 мандарин бар, достар. Енді достар, тақтай аламыз. И банан алманы ашып тураймыз. Көп керек емес деп ойлаймын. 2 керек шығар. Ал енді турап саламыз. Міне достар, міне мен банан дайын. Енді осыны мынаған саламыз. Оғын ашыдым. Енді бәрін тураймыз. Турайтын болған.
şimdi. Bom. Ko'rsata qo'y bananni. Uni jemay turqasi kerak deb qolaman, Hozir. Ko'cha do'stlar, men barliq jemsni soatim bo'ldi, mandarinni. O'tganimiz uyda ko'p odammiz, jarti bo'ldi. Bu to'lab kerak, o'tkani biz uyda ko'pmiz. Обедga reja solamiz, завтрак pishib qo'ydik-da. Sol uchun sal ko'p tevg'ib istayim deb shashdim. Videoga barliq jemsni qo'sa solam. Dami qalay chiqadi ekan, menga просто интересно. Kecha qo'ymay papama mandarin ekanishgan. Mandarin жетпей turdi. Потом akib berdi. И осылай қазір жасап жатырмын. И чё, не істеватсың? Ну ладно, аша саламыз, өткен бұны біз фруктовый салатқа қосамыз. Енді тағы бір банан и и бізде фруктовый салат дайын деп айта алмаймын. Дайын дейін деп отырмын ғой. Йогурт қосады екен ғой. Забыла. Вау, қараңдар толды. Қазір көрсетемін. Менің фруктовый салатымның түрі. Именно осы жерде 4 йогурт бар, осын қосам. И бір алма. Ты чё, банан жеп жатсың ба не? Айбай, мен байқамаппын. Ой, ладно, ол жей берсін, өткен оны жегісі келеді. Но бананды негізі папа Мұстафаға алып келеді. Сол үшін мен ойлаймын, жеуге рұқсат деп. Ну, банан көп сияқты салаттың ішінде, сол үшін жей берсін. Достар, мен барлық жеместі салдым, и толды деген ойдам. Енді йогурттар. Короче, қанша кететінін білмеймін. Естіп кетіп өзген қайып шамалы. Қашын бірінші салам. Қасық дұрыс бет негізі. Типа мәдениетті болсын да, короче. Келесі бізде осы йогурт мен жылайсың ба? Андай бар екен. Осындай. Мен бәрі сен өзің жалай бер. Но мен білмеймін. Мынау жете ма? Сіздерге салатымнан түрін көрсем, күшті болды. Дәмін көрем бірақ қазір. Мына мен салатым өте күшті болды. Енді дәмін көрем. Достар қазір мен қызығым. Қазір жейміз. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерге салатын түрін көрсетейін. Өте әдемі шықты, тарелкаға салдым. Мамам да өте қатынатты. 3 жеміс қостым. Но дәмі онша емес болғады, киви, ананассыз деп ойлағанмын. Но әдемі екен. Маған ұнады. Онан 10. Күшті екен. Прям күшті екен. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ендеше салатым сіздерге ұнаса, тағы да бір рет айтайын, лайк басыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.